Біздің ішімізде де саңырауқұлақтар, яғни грибоктар бар. Ал бұл туралы ешкім де ойлаған жоқ. Бірақ олар біздің ағзамызға нақты қауіп төндіруі мүмкін. Американдық мамандардың зерттеулеріне сәйкес, біздің планетамыздағы халықтың жартысына жуығы саңырауқұлақтардың тасымалдаушысы болып табылады. Әдетте біздің иммунитетіміз бұл мәселені реттеп отырады. Бірақ кейбір саңырауқұлақтар инфекциялары өте тереңге еніп, ұзақ уақытқа дейін ішімізде болуы мүмкін. Бұл біздің теріміз бен тырнақтарымызға ғана емес, сонымен қатар барлық ішкі органдарға айтарлықтай зиян келтіреді. Арнаны ауыстырмаңыздар. Роликті соңына дейін қарайтын болсаңыздар, олардың біздің денемізге қаншалықты зиян келтіретіндігі жайлы қарастыратын боламыз. Сондай-ақ осы саңырауқұлақтар қайдан пайда болатынын және үйде олармен қалай тиімді күресетінін анықтай кетеміз. Денедегі саңырауқұлақтар қайдан пайда болады және инфекцияның белгілері қандай? Біріншіден, біздің денемізде пайдалы және зиянды саңырауқұлақтар бар. Мысалы, кандида дененің кейбір процестеріне қатысады. Бірақ егер олардың саны нормадан асып кетсе, бұл біздің ағзаларымыздың жұмысын бұзады. Екіншіден, бөгде саңырауқұлақтар басқаларға қарағанда әлде қайда қауіпті болады және олар біздің денемізге енуі мүмкін. Мәселе мынада: патогендік инфекциялар өздерін өте мұқият көрсетеді және басқа да белгілер түрінде жасырын жатады. Әдетте инфекцияның бастапқы кезеңінде біз үнемі шаршауды немесе әлсіздікті сезінеміз. Бірақ уақыт өте келе жағдай нашарлап, күрделі мәселелерге айналуы мүмкін. Сондықтан саңырауқұлақ инфекциясының бар жоғын уақытында анықтау өте маңызды. Ал ол үшін сіз тест тапсыруыңыз керек. Және егерде сізде төмендегі белгілер анықталса, дереу түрде маманға хабарласыңыз. Ауыз қуысының шырышты қабаты ащы, тұзды немесе ыстық тағамдарға өте сезімтал болса, ауызда металл дәмі пайда болған кезде, құлақтар қыши бастайды және түсініксіз шу естіледі. Мойын асты бездерінде ақ жабын пайда болады. Қышу мен ақ сұйықтықтың бөлінуімен бірге жүретін молочница пайда болады. Науқастар ларингит, отит, синусит немесе фарингитпен ұзақ уақыт бойы ауыруы мүмкін, және олар антибиотиктерді қолданғаннан кейін де олар жойылмайды. Сондай-ақ саңырауқұлақ инфекцияларының кейбір түрлерінде осындай белгілер пайда болады. Бірінші, фарингомикоз кезінде үнемі тамақ қышып құрғақтық сезіледі. Екінші, атомикоз кезінде есту қабілеті нашарлайды. Бір немесе екі құлақ бірден ауырады. Олардың ішінен сұйықтық бөлінеді. Риномикоздың дамуымен мұрыннан қан үнемі ағып тұрады. Параназальды синус аймағында ауырсыну мен ауырлық сезіледі. Төртінші, ал ларингомикоз кезінде дауыс өзгеріп, құрғақ жөтел пайда болады. Бесінші, ең қарапайымы бұл анихомикоз. Ол теріге және тырнақ пластиналарына әсер етеді. Адамның терісі түсе бастайды және аяқтың құрғауы, қышуы пайда болады. Саусақтардың арасындағы қызару, сондай-ақ көпіршіктер пайда болуы мүмкін. Ал бұл ең айқын белгілер. Олар бірден байқалып тұрады. Саңырауқұлақ инфекциясын қалай болдырмауға болады? Бірінші, жеке гигиенаны сақтаңыз. Қоғамдық орындарға барған кезде, мысалы, моншалар, сауналар, бассейндерде ешқашан жалаң аяқ жүрмеңіз. Сонымен қатар ешқандай жағдайда жалпы жуынатын аяқ киімдерді киюге болмайды. Орамалыңызды жеке ілгекке іліп қоюға болмайды. Себебі онымен сіз жалаңаш денеңізді сүртесіз. Өйткені саңырауқұлақтар тек жерде ғана емес, сонымен қатар бөлменің қабырғаларында да болуы мүмкін. Сондықтан заттарыңызды сөмкеге орап, іліп қою керек. Егер мұндай жерлерде сіз аздап жарақат алсаңыз, оларды антисептикпен немесе алкогольдік сүлгімен емдеу керек, немесе кір сабынмен жуып тастау керек. Аяқ киім сатып алғанда табиғи материалдарға артықшылық беру керек. Былғары немесе замш. Өйткені синтетикалық материалдар саңырауқұлақ инфекцияларының ошағы болуы мүмкін. Ешбір жағдайда басқа біреудің киімін киюге болмайды. Басқа біреудің шұлықтары, сланцелары немесе аяқ киімдері, сондай-ақ басқа біреудің орамалдары мен басқа біреудің сүлгілерін пайдалануға болмайды. Екінші, құрылыс материалдарындағы саңырауқұлақтар. Ескірген құрылыс материалдарын пайдаланған кезде және тағы басқа ағашта тұратын саңырауқұлақтар адамдар үшін ерекше қауіп төндіреді. Үшінші, азық-түлікте өмір сүретін саңырауқұлақтар. Нанға немесе ірімшікке, жемістер мен көкөністерге, әсіресе көгеру тұқымға жеткен болса, бұндай ұсақ саңырауқұлақтар да айтарлықтай қауіпті. Сондай-ақ сатып алынған компоттар, шырындар мен сироптардан сақ болыңыздар. Себебі қаптаманың ішінде бұндай көгеру көрінбейді. Сондықтан оларды құйып алып, ішін тексерген жөн.
Бұл санатқа сүт және ет өнімдерін, сондай-ақ жаңғақтар мен басқа да тағамдарды қосуға болады. Барлық жағдайларда мұндай көгерген белгісі бар тағамдарды мүлдем жеуге болмайды. Ең жақсы жағдайда бұл асқазанның бұзылуына, ал кей жағдайда ондай патогендердің кесірінен жедел улануға келуі мүмкін, және ол ауруханаға да жатудың себебі болады. Бірақ егерде сіз саңырауқұлақты жұқтырған болсаңыз, не істеу керек? Саңырауқұлақ инфекциясынан емдеу бактериялық инфекцияға қарағанда әлде қайда қиын. Себебі оларға саңырауқұлаққа қарсы препараттармен әсер ету қиыншылық тудырады. Өйткені олар дәрі-дәрмектерге тез бейімделіп алады. Сондықтан бұндай жағдайда кешенді емдеу қажет етеді. Иммундық жүйенің, витаминдік кешеннің және саңырауқұлаққа қарсы препараттардың ағзаның жұмысын жақсартуға бағытталған жалпы күшейтетін процедуралардан тұруы керек. Сонымен қатар арнайы диета тағайындалады. Біз қантты тұтынуды азайтамыз. Өйткені тәтті орта саңырауқұлақтар үшін өте қолайлы. Сондай-ақ ашытқы қосылған өнімдерден бас тарту керек. Бұл әртүрлі квас пен сыралар. Ал алкогольді өнімдерді мүлдем алып тастау керек. Және сары майдан, ақ наннан толығымен бас тарту керек. Жалпы алғанда наннан мүлдем бас тартқан дұрыс. Тым болмағанда сізге ашытқысыз нанды ғана тұтынуға болады. Біз сондай-ақ картопты, ұнды және жарманы диетадан шығарамыз. Майлы қарамалдың еті, қой еті, балық, үйрек, қаз және ысталған еттерден бас тартқан дұрыс. Егер сіз осы өнімдерді мәзірден алып тастасаңыз, онда сіз саңырауқұлақтардың қоректенуін шектей аласыз. Соның арқасында олар өсіп көбеюін тоқтатады. Патогендерге қарсы тұру үшін қандай өнімдер бар? Бірінші, бұл сарымсақ. Сарымсақ құрамында аллицин бар. Бұл зат саңырауқұлақ инфекцияларының әртүрлі түрлерімен жақсы күреседі. Ол үшін күніне бір бөлігін жеп отырсаңыз жеткілікті. Екінші, корица және қалампыр. Олар сондай-ақ өте жақсы саңырауқұлаққа қарсы қасиеттерге ие. Қалампыр майларын тіпті жергілікті зардап шеккен аймақтарға да қолдануға болады. Үшінші, жаңа зімбір тамыры. Тамырларда қабынуға қарсы және саңырауқұлаққа қарсы әсері бар джинжерол заты бар. Ол ағзаны тазарту органдарының жұмысын жақсартады және ағзаның детоксикациясына ықпал етеді. Төртінші, брокколи мен брюссель қырыққабаты. Олар да тиімді, өйткені олардың құрамында өте жақсы дозада күкірт пен азот қосылыстары бар және олар өз кезегінде саңырауқұлақ инфекцияларына қолайсыз жағдай туғызады. Бесінші, алма сірке суы. Өнімде қышқыл қосылысы бар. Олар саңырауқұлақтармен күреседі және олардың ортасын өзгертеді. Ал ондай жағдайда олар дами алмайды. Алтыншы, ашытылған сүт өнімдері. Ашытылған сүт өнімдері ішек микрофлорасы арқылы иммунитетімізге өте жақсы әсер етеді. Ал сау микрофлора мен сау ішек иммундық функцияларымыздың 90%-ын қамтамасыз етеді. Сондықтан табиғи йогурттар мен табиғи айрандар саңырауқұлақтармен күресуде тамаша көмек болып табылады. Жетінші, зәйтүн майы. Бұл омега-3 май қышқылдары мен полифеноллардың жақсы көзі болып табылады. Олар дененің қорғанысын белсендіреді және саңырауқұлақтармен тиімді күреседі. Сегізінші, лимон. Лимон ас қорыту жүйесіндегі қышқылдықты азайтады. Бұл микроорганизмдердің өсуіне жол бермейді. Ал онда қанттың минималды мөлшері бар. Бұл бактериялар мен саңырауқұлақтарды аштыққа ұшыратады. Тоғызыншы, күнжіт пен зығыр майлары. Тамақтанудан 30 минут бұрын күніне 3 рет бір шай қасықтан зығыр мен күнжіт майын ішіп отырыңыз. Осылайша бұл әдіс дененің ішкі ортасын өзгертеді және оны саңырауқұлақтарға зиянды етеді. 10-шы, қырыққабат және желкек. Әсіресе қантсыз, қоспасыз табиғи қырыққабат. Сондай-ақ желкек те біздің қорғаныс күштерімізді тұрақтандырады. Өте пайдалы. Ал бұл біздің ағзамыздың қорғаныс функцияларын жақсы қолдайды. 11-ші, шайыр. Ол үшін сізге жай ғана қарағай, шырша сияқты ине ағаштарының діндерінде пайда болатын сағыз сияқты шайырды шайнауға болады. 12-ші, ара прополисін шайнаңыз, немесе аузыңызда ұстаңыз, немесе оның негізінде тұнбаны ішіңіз. 13-ші, қышқыл жидектер де осындай әсерге ие. Олар мүкжидек, көкжидек, жидек, қара жидек, рябина, калина және облепиха. Бұндай жидектер иммундық жүйенің жұмысын жақсартады және нәтижесінде денеге саңырауқұлақтар колониясымен күресуге оңайырақ болады. Бұл шаралардың барлығы алдын алу үшін және болашақта ауыр зардаптарды болдырмау үшін өте жақсы. Алайда егер ауру өршіп кетсе, жағдайды нашарлатпау үшін міндетті түрде маманға бару керек. Құрметті көрермендер, осымен бүгінгі шығарылым аяқталды. Роликті соңына дейін көргендерге, сондай-ақ арнаға тіркелгендерге
ерекше алғыс білдіреміз. Бұл бейнені достарыңызбен және жақындарыңызбен бөлісіңіздер. Әрқашан ең пайдалы нәрселерден хабардар болу үшін арнамыздан алыстамаңыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.